Қош келдіңіздер. Сұлу тоқымашылар, менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода тоқыманың шеттерін түп-түзу етіп тоқуды үйренеміз. Ол үшін қазір тор тізбектерін тоқып аламыз. Осылай тор тізбектерін тоқып болғаннан кейін, қазір мынау 10-шы тор көзді бас бармағымызбен былай қысыңқырап тұрып, екі баған көтереміз. Екі бағанды көтергеннен кейін бос жіпсіз баған іліп алуымыз керек. Мына 3-ші тордан теріп алғанымызда, мынау жоғары жағында өрімнің екі өрім тұрады үстінде. Сол жерден алып, мынау видеода көрініп тұрғандай әдіспен жинап аламыз. Енді мына бірінші тордан екі баған құралып тұрған сияқты, бірақ мына ең шеткісі саналмайды. Осы екеуі бір баған деп саналады. Бұл жаңағы мынау тоқымамыздың шектерінің жиектері түп-түзу болу үшін осындай тәсіл істеледі. Содан мынау әрбір тор көздің астыңғы жағынан осылай бос жіпсіз бағанды іліп алып тоқимыз. Мына тор көздерден тоқып алып жатқан кезде, жоғары мынау күрчектің жоғары жағында өрімдердің екі өрім көрініп тұрады. Оның астынан аламыз. Мына шеткі бағанды тоқып болғаннан кейін, мынау өрімдерімізді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей 10 өрім тоқыдық. Мына спицаға жаңадан іліп атқанымыз саналмайды. Бұл қазір екі баған көтереміз осылай. Екі бағанды көтергеннен кейін, мына тоқымамыздың арт жағын бұрап алу үшін кітапшаны ішке қарай қайырып ашқандай боламыз. Мынау жоғарыдағы жолдар, өрімдер әдемі көрініп тұрады. Енді мынау көтерілген екі бағаннан кейін 3-ші тор көзге қайтадан бос жіпсіз баған аламыз. Осылай теріп аламыз. Мінекей 3-ші жіптен бос жіпсіз баған іліп алдық. Осы жерде мінекей екі тік баған шалдар пайда болған сияқты болады, бірақ екеуінің шеткісі саналмайды. Біреуі саналады. Бұл жер енді бір деп саналады екеуін қосқанда. Жаңа айтып өткендегідей, шеттері түп-түзу әдемі шығу үшін осындай әдісті жасаймыз. Мынау тікелей баған шалдарды санап шығатын болса, қазір тоқып біткеннен кейін 10 тал деп саналады. Бас жағындағы бірінші қабырға сияқты болып тұрғаны саналмайды. Енді тоқыр кезде мынау өзі де көрініп тұрады. Бірте-бірте тоқи бастағанда мынадай кішкене тесіктер пайда болады. Сол тесіктерден бір бос жіпсіз бағаншаларды жасап шығуымызға болады.
Қазір соңына дейін осыны. Мінекей, жаңа алдында айтқандағыдай, ана өрімдер жоғары қарап тұрады. Екі өрім крючоктың үстінде тұрады. Мінекей, мына тесікке салғаннан кейін екі өрім крючоктан жоғары жақта тұрады. Сол арқылы аламыз да. Бос жіпсіз осы бағанда жинаймыз. Соңына дейін апарамыз осылай тоқып. Бұлына сол жағы да түп түзу болу үшін мына әнекен тесік көрініп тұр. Сол тесікке салып шығарып аламыз. Үстіндегі екі бағанша екі өрім көрініп тұрады. Крючокпен теріп аламыз. Енді тағы да бір рет санап көрсеңіздер де болады. Мына шеткі біреуін біріншісін санамаймыз, қабырғасын. Енді мына жоғарыдан санап көруімізге болады. Бір, мынау шеткі қабырғасы саналмайды. Мына жоғары жағындағы өрімдерді санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Егер біреуі қалып қалса, не артық тоқып қойсақ, ол кезде мына тоқымамыздың шеттері дұрыс болмай қалады. Тағы да бір қайталап өтейік. Екі бағанша көтердік. Кітапша сияқты бермен қарай аударып алдық. Мына өрім өзімізге қарағанда өз ыңғайлы болып тұрады. Енді мына бағаншадан кейін екі торды өткіземіз. Бұл өзіміздің көтерген екі жібіміз ғой. Екеуін жібереміз да. Үшіншісін қайтан бос жіпті баған теріп аламыз. Өзі үшінші тор көрініп тұрады шетінен. Енді қазір тек қайталап жатырмын. Қайталаудың артықтығы болмас. Тағы бір айтып өтейін. Екеуі бір баған болып саналады. Осы әдіспен тоқылар кезде. Себебі қазір тоқыған тоқымамыздың шеттері, жиектері түп түзу болып тұрады. Осылай қыздар жалғастыра береміз. Қыздар, осылай қайталап тоқи берсеңіздер, қолдарыңыз әрі үйренеді, әрі әдемі болып шыға бастайды. Қайталап тоқи берсеңіздер. Әдеттегідей шетіне келдік, сол жақ шетіне. Енді екі тор көз, екі баған көтереміз. Кітапша сияқты бермен қарай өзімізге қаратып аламыз да. Басында істеген жасаған жұмыстарымызды қайтадан қайталаймыз. Осылай әдемі жиектеріне түп түзу болып шығады.